Қайырлы күн баршаңызға, құрметті оқырмандар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, ерекше меренговый рулеттің рецебін ұсынамын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай жұмыртқаны ағы мен сарысын бөліп аламыз. Сарысы араласып кетпеу керек, тек осылай ағы. Және де жұмыртқа бөлме температурасында болған дұрыс, сонда формасын жақсы ұстайтын болады. Кішкене тұз сеуіп, осылай араластырып аламыз. Осылай көпіргеннен соң үстіне лимонный соктан бір ас қасық құямыз. Содан соң және миксерлейміз. Ендігі кезекте осылай шекерді кішкене салып араластыратын боламыз. Барлығын бірден салып жібермейміз. Менде қол миксер болғандықтан 15-20 минут миксерледім. Егерде сіздерде планетарный миксер болатын болса, 8-10 минутта плотный форма шығарып береді сіздерге. Ондай миксер жоқ болса, осындай ручной миксермен 15-20 минут тоқтаусыз араластыруға тура келеді. Менің ыдысым кішкентай болып қалды, сол себепті үлкен ыдысқа ауыстырып алдым. Ендігі кезекте соңғы қоспамыз крахмалды салып, кішкене миксерлеп жібереміз. Жұмыртқа, кішкентай жұмыртқа болса 6 дана, және де үлкен жұмыртқа болса 5 дана қоссаңыздар болады. Енді ол жерде ақуыздың грамын өлшейсіздер, 180 грамм ақуыз ровно шығу керек. Міне осымен меренгамыз дайын болды. Енді кезекте печкамызды қыздырып қоямыз. Содан соң листімізға осындай пергамент қағазын төсеп, осылай мешоктың көмегімен құйсаңыздар да, немесе осының үстіне аударып тегістесеңіздер де болады. Әрине, әркімнің өз қалауы. Мен осылай құйып, содан соң үстіне тегістеп шықтым.
меренгамыз тегіс әдемі шығу үшін барлық шетін осылай бірдей тегіс етіп жағып аламыз. Содан соң 150 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Қатты кептіріп жіберуге де болмайды. Сол себептен градусын қадағалаңыздар. Міне осымен меренгамыз пісіп шықты. Ендігі кезекте осылай үстінен бір пергаментті төсеп аударып қоятын боламыз. Үстіндегі пергаментін алып тастаймыз. Пергаментін алып тастап, жақсылап суығанын күтеміз. Ендігі кезекте кремін дайындаймыз. Творожный сыр мен сахарный пудраны бірінші миксерлеп аламыз. Креміміз іртік болып жүрмеу үшін бірінші осылай творожный сыр мен сахарный пудраны миксерлеп, үстінен сливки құйып және араластыратын боламыз. Сонда креміміз бір тегіс әдемі болып шығады. Міне креміміз дайын болды. Енді кішкене бөлігін мешогымызға салып алып қоямыз. Бетін сәндеуге керек болады. Көп емес, азырақ салып алсаңыздар болады. Қалған бөлігін рулетіміздің ішіне жағып орайтын боламыз. Міне осы кремді барлық шетіне тегіс етіп жағып шығамыз. Одан көп мөлшерде крем жағудың керегі жоқ. Крем көп болып кетеді, сол себепті осы кремді тегістеп жағып шығамыз. Міне креміміз жағып болғаннан соң үстіне клубниканы майдалап турап салып шықтым. Қандай ягода салсаңыздар да болады. Малина, клубника, голубика бәрін сала берсеңіздер, дәмі өте әдемі үйлеседі. Содан соң барлығын осылай салып орап шығамыз шетінен. Сынып қалмау керек, сол себепті жаймен орайтын боламыз. Орап болдық, енді бетін сәндеуге кірісеміз. Жаңағы мешокқа салып алып қойған кремімізді осылай әдемілеп жағып шығамыз. Осы креміміздің үстінен құлпынайларымызды осылай қойып сәндеп шығамыз.
Енді сәндеу әркімнің өз қалауы әрине. Осымен меренговый рулетіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, дәмі ерекше, сөзсіз дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер.